Армысыздар достар, сіздермен бірге Абдуллах Жавахирұлы. Бүгін біз видеолап деген приложениеден қалай текст қоюды, жазуды, үстіне нәрселерді үйренеміз. Мына ортасындағы плюсті басып, қалаған бір видео таңдаймыз. Осы видеоның осы жақта үшінші тұрған, ең астында үшінші тұрған текст дегенді басамыз. Мынақта двойной нажима для правки деп тұр. Бірақ біз оны емес, ең астындағы правка деген жерін басамыз. Содан кейін осы шығады. Біз осыға қалаған нәрсемізді жазамыз. Мәселен, әдемі жер. Осыны үлкейте аламыз, және кішірейте аламыз. Қазір осының астында төртіншісі цвет деген тұр. Цветтен қалған түсімізді таңдай аламыз. Мәселен, көк или болмаса жасыл. Жасылды таңдаған болсаңыз, или қалған цвет таңдасаңыз, мынақта екіншісі шрифт дегені тұр. Шрифтті бассақ, осы жақтан қалаған шрифтімізді таңдай аламыз. Мен мәселен үшіншісіні таңдасам, ол мынау әдемі жер деген әдемірек көрінеді. Если мен мынаны таңдасам, онда одан да басқаша болып көрінеді. Мынаны таңдасам басқаша. Бәрі басқаша бола береді. Содан кейін осы әдемі жер деген неміз бізде дайын болса, онда оң жақтағы төбедегі экспорт деген нені басамыз. Содан кейін мынақта сохранить деген тұрады. Сохранитті басамыз. Осы экспорт болуыны күтеміз. Экспорт болғаннан кейін қайтадан осындай болады. Содан кейін біз шығамыз. Және шыққаннан кейін галереяға кірсек, галереяда дайын тұр. Осы біздің видеомыз. Осы видеомыздан. Если осы видео сіздерге ұнаған болса, онда лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен Жавахирұлы Абдуллах болды.